қайырлы күн. Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің тілдерді оқыту орталығының коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен 9 және 12 наурыз аралығында ағылшын тілінен тұғыры биік тәуелсіздік атты онлайн шығарма байқауын ұйымдастырды. Әділ қазылардың шешімі бойынша 3-ші орын алғаны үшін нөмірі 7-ші Айша балабақшасының тыңдаушысы Бектібаева Толғынай Жангелдиевна марапатталады. 2-ші орын алғаны үшін нөмірі 14-ші Достық балабақшасының тыңдаушысы Кенжекеева Инара Жанатовна марапатталады. Және 1-ші орын алғаны үшін нөмірі 7-ші Айша балабақшасының тыңдаушысы Мамедова Ажар Баянбаевна марапатталады. Жеңімпаздарды құттықтаймыз. Белсенділік танытып, қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз.